8 қазан 2025 жыл. Аялдаманың аты Крылов аялдамасы. Райымбек даңғылында орналасқан. Акиматымен бірге құрып кетті. Акимат құрып кетіңдер, осы барға есіңдер. Өкметтерін құрсын сендердің барға, біздің мына өкмет құрсын. Мынаны қойып қойған. Маған енді көтерілу керек маған. Ар жаққа шығып автобусқа отыру керек. Маған көтерілген өзі проблема шы. Мынау бандурасын қойып қойған жерге бұл қалай ашады, қалай түседі, түсініксіз құрып кеткендер, оңбағандар. Ұятсыздар, ақшаны аласыңдар да өтіріктен өтеуіп жасайсыңдар. Өтіріктен өтірік, өздерің бұнымен жүрмейсіңдер. Оны қалай түсіреді, қалай көтеріледі, білмеймін. Бәле болдыңдар ғой, бар ғой, бәле болдыңдар осы сендер. Не мынау, қойып қойдыңдар да, енді бұдан не пайда? Маған керек қазір осымен шығуға. Әрқашан осылай деп өстіп қиналып тұрамын. Не бұны түсірамайсың? Несін басады, несін қояды білмейсің. Бұған кілт керек па, не керек? Мынау енді шаң басып кеткен. Алмалы ауданның несінде қарайтын мынау. Алмалы ауданның жағындағы құрып кеткендер. Өспей қалғырлар. Не деп айтайын бар ғой? Әбден айтып шаршадым мынау бағандарға. Бір жағдай жасамайды. Төлейтіндер 55 мың теңге, анау пособиясы. Бостандық ауданның акиматына барып едім. Кетті беріңдер маған анау. Листан көтерілетінде берің. Бір адресті береді, сол жаққа барып аласың дейді. Жүреді екен сол жерде, әр жаққа шапқылап сөйтіп. Ұятсыздар оңбағандар. Неменеге қойдыңдар, айтыңдаршы маған, неменеге қойдыңдар? Не үшін? Қанша ақша алдыңдар осы үшін? Әйтеуір ақшаны алады да, жоқ қылады өстіп бізге бірдеңе жасаған болып өтіріктен. Анау әлеуметтік қорғау министрлігі де сендер де құрып кетіңдерші, осы сендерден ешқандай пайда жоқ бар ғой. Өстіп адамдарды қинап қойып қоясыздар, өтіріктен бірдеңе жасап қойып.